Жақсы, ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Ұбт тест талдау 12-ші сұраққа жеттік. Сауалымызды бастамас бұрын сіздермен бір жаңалық бөлісейін. Алла қаласа, қыркүйек айынан бастап, немесе осы тамыз айының ортасынан егер адам саны жеткілікті болса, онлайн сабақ жүргізуге ниетті екенін білдірсем деймін. Қазір осы жоғарыға шығарып қоятын боламын. Яғни ол туралы 3-ші сабақта толыққан түсіндірген болатын. Аптасына неше рет және қалай болатыны туралы жалпы осындай бір мәліметпен бөліссем деп едім. Енді 12-ші сұрақ. Қарағанды облысының жер аумағы дейді. Жалпы, енді мына жерде бір сұрақ бар. Бұл тест 2018 жылғы тест. Бірақ қазіргі соңғы уақытта өзгертулерге байланысты 2022 жылы болған ірі өзгерістердің нәтижесінен бұл сұрақтың дұрыс жауабын қазір түсіндіремін. Бірақ өзгеріске түскен сұрақта бұл қазір сіздерге түсіндірейін тұрған сұрақ. Енді жалпы 2018 жылғы сұрақ талдауымызбен 2022-де келмеуі мүмкін ғой деген сияқты енді сұрақтар болуы мүмкін ғой. Енді ұбт бір база жыл сайын тек сұрақтар қосылмаса, енді алып тасталмайды ешқашан да. Яғни енді алып тасталғанда осындай бір өзгеріске түскен сұрақтар болуы мүмкін, бірақ көбіне енді бұл уақытқа дейін талдап келген сұрақтарымыз бар. Осы уақытқа дейін 11 сұрақ талдап келдік. Олардың көбісі ұбт базасында болған сұрақтардың, қорықтар болсын, мемлекеттер болсын, басқару формасы болсын, ол үнемі болатын сұрақтардың қатарынан. Енді жақсы. Бұл сұрақтың жауабын енді былай түсіндіріп берейін. Қарағанды облысы туралы мәлімет, мынау ескі мәлімет. Қарағанды облысы Қазақстан Республикасының орталығында орналасқан ең үлкені болды бұрын, ең үлкені болды. Қазір былай екіге бөліп қалды. Қарағанды облысы және Ұлытау облысы. Яғни көріп тұрғандарыңыздай 428 мың километр квадрат болады. Енді дұрыс жауабы сұрақтың көріп тұрғандар 1938 жылы 10 наурызда құрылған. Жер аумағы 428 мың километр квадрат. Тұрғыны 1,35 миллион адам бар. Орташа тығыздық 1 километр квадратқа 3-1 адамнан келеді дейді. Енді жалпы қазіргі Қарағанды облысы тоқталайық. Бұл енді қазіргі, яғни бөлініске түскен. Көріп тұрғандарыңыздай міне бөлінген Қарағанды облысы, яғни ол бізде Қазақстан Республикасының орталығында орналасқан әкімшілік аумақтық бөлініс, түсінікті, орталықта орналасқан. Енді жалпы қазіргі жер аумағы міне 239 мың километр квадрат. Көрдіңіздер, жалпы енді 7 ауылдық округтен, яғни 2 қалалық әкімшіліктен 8 қала, 39 кент, 168 ауылдық әкімшілік округі бар. Орталығы Қарағанды қаласы. Енді жергілікті уақытта 6-шы, яғни Алматы, Астана секілді уақытпен жүріп отырады. Осы жалпы енді негізгі ұбтта көп кездесетін сұрағы бізге тарих емес, енді негізгі керегі ол бізде пайдалы қазбалары, жалпы орналасқан орнына байланысты қандай ерекшеліктері бар деген секілді сұрақтарға жауап берейік. Енді қараңыздар. Облыста 8 қала бар дедік. Абай, Балқаш, Қарағанды, Қарқаралы, Прозерск, Саран, Теміртау, Шахтинск. Одан кейін кенттер, ауылдар саны 273 дейді. Енді бұл Қарағанды облысының аудандары: Бұқажар ауданы, Осакаров ауданы, одан Қарқаралы ауданы, Абай ауданы, Шет ауданы, Нұра ауданы, Ақтоғай ауданы. Қалалар міне, ірі қалалары: Қарағанды, Теміртау, Балқаш, Саран, Шахтинск, Прозерск. Мына айттық, Осын Қарағанды, Теміртау деген ол бізде агломерация, яғни ұбтта көп келіп жүр. Яғни Қазақстанда ең ірі агломерация келген сұраққа Қарағанды, Теміртау деген жауапты белгілейсіздер. Неліктен? Себебі ол белгілі бір кен өндіру мақсатындағы ашылған дүние. Жалпы Қарағанды қандай дүниелер бар? Енді әуелі бізде түсінікті ол не? Көмір. Одан кейінгі темір болсын, өзге де, яғни көмір туралы айтатын болсақ, Қарағандыда шығатын көмір ең жоғарғы 100% кокстелген көмір болып келеді, яғни ең жоғарғы дәрежедегі. Ол туралы ұбтта сұрақтар көп кездесіп жүр. Одан кейін Шұбаркөл көмір кен орнында бізде көмірді бөлеміз, қара көмір, қоңыр көмір. Осы қоңыр көмір шығады. Жалпы бұдан басқа пайдалы қазбалардың түрлерін көсіп қойған: асбест, жоғарыланған хром, никель, мыс, платина, алтын кен орындары бар, күміс. Яғни бізде орталық, яғни бір сөзбен айтқанда, полиметалл болсын, қара металлургия болсын, түсті металлургия бай орталық ретінде қарастырамыз. Яғни Қазақстанның негізгі орталықтарының бірі. Жалпы сұрақтың тікелей жауабы енді бұл ескі сұрақ болғанымен соңында жауап беріп кетейік. Қарағанды облысының жер аумағы 428. Егер соңғы осы өзгертулерге байланысты келетін болса, онда 230 немесе 240 мың деп белгілейсіздер шамамен. Жалпы осы сұрақтың тікелей жауабы.